Жалған айып. Бір жаңа өмірге қадам. Лаура бұл үйге келін болып түскенде бәрі басқаша еді. Ол үшін бұл жаңа өмірдің басы, үлкен отбасының бір мүшесі болу бақыты еді. Марат оның сүйікті жары, ең жақын адамы. Ал ата-енесі оны туған қызындай көріп, өз шаңырақтарына қабылдады. Лаураның мінезі жайдары, ақкөңіл болатын. Ол үйдің тірлігінде тындырып, үлкендерге де құрмет көрсетіп, өз орнын тапқандай сезінді. Күйеуі Марат оған ерекше қамқорлық танытатын. Қандай жағдай болмасын, әйелін қорғап, оның көңіліне қаяу түсіргісі келмейтін. Анашым, Лаураның пісірген бауырсағын жеп көрдіңіз бе? Мынандай бауырсақты бала күнімде сізден ғана жейтінмін деп күлетін ол. Қарағым, сен де үйреніп қалыпсың ғой, деп енесі сүйсіне жауап беретін. Күндер өте берді. Лаура өзін бақытты сезінді. Ол Мараттың отбасына тез сіңісіп, енесімен сырласатын дәрежеге жетті. Бірақ үйдің кенжесі, қайын сіңлісі, Аяжан ғана оны жақтырмайтын секілді еді. Аяжанның суықтығы. Аяжан бұл үйдің еркесі. Ол үнемі еркелігімен, батылдығымен ерекшеленетін. Үйдің жалғыз қызы болғандықтан бәрі оны аялап өсірді. Бірақ оның Лаураға деген көзқарасы өзгеше болды. Бастапқыда ол тек жеңгесіне суық қарайтын. Кейде үнсіз ғана бақылап, кейде ағасының оған деген қамқорлығына қызғанышпен қарайтындай көрінетін. Аяжан, саған тәтті әкеліп қойдым деген Лаура бірде күлімсіреп. Рахмет. Керегі жоқ еді деп қысқа қайырды Аяжан. Бұл суықтықтың себебін Лаура түсінбеді. Бірақ көңіліне алмауға тырысты. Уақыт өте келе жақындасып кетерміз деп үміттенді. 3 жұмыс пен мерекелік кеш. Лаура ірі компаниялардың бірінде маркетолог болып жұмыс істейтін. Ол өз ісін жақсы көретін, әріптестерімен де жақсы араласатын. Көп ұзамай ұжымдағы ең маңызды шаралардың бірі, жаңа жылдық кешті ұйымдастыру міндеті оған жүктелді. Лаура, сен осындай істерді жақсы көресің ғой. Сен ұйымдастырсаң, бәрі керемет болады, деді әріптесі Әсел. Мен қарсы емеспін деп күлімсіреді Лаура. Жұмыс қызу жүріп жатты. Кешті өткізуге мейрамхана таңдалып, әріптестерімен бірге дайындық басталды. Марат оның бұл ісіне түсіністікпен қарап. Сенің ұйымдастырған кешің әдемі өтетініне күмәнім жоқ. Бірақ тым кеш қалма, жарай ма? Деп ескертіп қойды. Лаура басын изеді. Осы бір қарапайым оқиғаның үлкен трагедияға ұласатынын ол әлі білмейтін еді. 4 күдік ұялатқан қылықтар. Үйдегі тіршілік өз арнасымен өтіп жатты. Бірақ Лаура соңғы кездері Аяжанның қылықтарын ерсі көре бастады. Ол таңғы ас кезінде тамаққа тәбеті тартпай, 1-2 қасық қана алып, кенеттен лоқсып, әжетханаға қарай жүгіретін. Мұндай жағдай бірнеше рет қайталанды. Басқалар оған мән бермегенімен, Лаура байқамай қала алмады. Бірде ол Аяжанға жақындап, Аяжан, өзіңді жайсыз сезініп жүрсің бе? Бір жерің ауырып жүрме? Деп сұрады. Маған неге үнемі қадала бересіз? Деп Аяжан оны жақтырмаған кейіп танытты. Мен жай ғана алаңдап тұрмын. Көптен бері дұрыс тамақта ішпей жүрсің, деді Лаура сабырмен. Сізге менің денсаулығымды қадағалауға кім рұқсат берді? Деп ызаланды Аяжан. Бұл сөздер Лаураны таңғалдырды. Ол еш жамандық ойлаған жоқ, тек қайын сіңлісінің жай күйіне шын алаңдады. Бірақ Аяжан оның қамқорлығын дұрыс түсінбей, ызаланып жүрді. Лаура үнсіз қалды. Бірақ ішкі түйсігі оған бұл жай ғана денсаулық мәселесі емес екенін сездірді. 5 Аяжанның ішкі қорқынышы. Аяжанның жүрегі дүрсілдеп, алаңсыз отырудың өзі қиындап кеткен еді. Ол ас үйден шыға сала бөлмесіне кіріп, есікті іліп алды. Көңілі алай-дүлей. Лаура бір нәрсе біліп қойған жоқ па? Неге маған сонша шүйлігеді? Әлде сезіктеніп жүрме? Ол қолдарын дірілдей ұстап, өз-өзіне келуге тырысты. Бірақ қорқыныш жанын жегідей жеді. Егер үйдегілер оның жүкті екенін біліп қойса, не болатынын ойлаудың өзі ауыр еді. Бұл үйде абыройым төгілсе, не істеймін? Анам мен әкем мені кешірмейді. Ал ағам Марат. Ол мені мүлде қабылдамай қояды. Тек осы үйде ғана емес, бүкіл әулетке масқара боламын. Аяжанның көз алдында қараңғылық үйірілді. Ол өзінің қателігін біліп тұрды. Бірақ енді бәрін түзеу кешеді. Ең қауіптісі, Лаура, ол көп нәрсені байқап үлгерді.
Егер ол аузына келгенін айтып, менің жағдайымды әшкере қылса ше? Жоқ. Бұл болмайды. Лаурадан құтылу керек. Егер ол бұл үйден кетсе, мен қауіпсіз боламын. Басқалар да ештеңе білмейді. Осы ой басына келген сәтте, Аяжанның ішкі үрейі айлакер жоспарға ұласты. Мен оны кетуге мәжбүрлеймін. Ағам мен атанам оны өздері қуып шығады. Көз алдына жеңіс келгендей болды. Бірақ ол өзінің қандай жолға түскенін әлі түсінбеген еді. 6. Аяжанның ішкі есептері. Аяжанның ойында тек бір нәрсе ғана тұрды: Лаурадан қалайда құтылу. Бірақ ол бірден жала жабуға кірісіп кете алмады. Алдымен жеңгесін өз бетінше ығыстыруға тырысты. Бір күні таңғы ас кезінде, Лаура дастарханға өз қолымен әзірлеген бауырсақ пен қазы-қартаны қойды. Бүкіл отбасы дастархан басына жиналып тамақтана бастады. Аяжан бір тістем нанды аузынан шығарып: «Тамағыңыздан жүрегім айниды» деді жиіркенішті кейіппен. «Білмеймін, бірақ соңғы кездері сіздің тамағыңызды жей алмайтын болдым. Асқазаным ауырып қалады». Лаура ыңғайсызданып қалды, бірақ сыр білдірмеді. Марат бірден араласты: «Қойшы, Аяжан. Лаураның тамағы керемет қой. Қашанда дәмді». Анасы да қосыла кетті: «Осы бауырсақты Лаурадай жақсы пісіретін адам аз». Аяжанның жүзі сұрланып кетті. Ол ойлағандай болған жоқ. Керісінше, Лаураның асханалық шеберлігі тағы да мақтауға ие болды. Бұл жағдай оның ызасын келтірді. Ол үстелден сүлесоқ түрмен тұрып кетіп бара жатып: «Жарайды, мен жай ғана өз ойымды айттым» деді ызғарлы үнмен. Оның бұл әрекетіне ешкім аса мән берген жоқ. Бірақ Аяжан ішінен қайнап бара жатты. «Жоқ, жай ғана сөзбен Лаураны бұл үйден кетіре алмаймын. Енді нақты іске көшу керек». Осылайша ол өз жоспарының келесі кезеңіне өтуге бел буды. Келесі бөлім. 7. Аяжанның қылмыстық ойлары. Аяжанның іші алай-дүлей күйде еді. Ол Лаурадан тезірек құтылудың жолын ойлап, әрбір әрекетін қадағалап жүрді. Бірақ мұны қалай жасау керектігін нақты білмейтін. Бір күні кешке Лаура мен Марат жатын бөлмесінде сөйлесіп жатқан кезде, Аяжан есіктің сыртында тұрып, олардың әңгімесін тыңдай бастады. Ол бәрін мұқият тыңдап, сөздердің әрбір бөлшегін естіді. «Ертең мен әріптестеріммен кездесуге барамын» деді Лаура. «Олармен біраз жұмыс мәселелерін талқылап, кешке бірге уақыт өткіземіз». «Иә, жақсы. Бірақ сен өзіңе қамқор бол» деп жауап берді Марат. Аяжанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол есіктің сыртынан тыныш қадамдармен бөлмеден шыққанша, Лаураның айтқандарын қайта-қайта ойында қорытып жүрді. Кездесу деген не екен? Неге осыны мен естімедім? Мүмкін бұл бір жасырын байланыс, бәлкім ол жігітпен кездесуі керек шығар. Аяжанның ойы бұлыңғыр болды. Осыдан кейін ол бір қулық ойлап тапты. Егер Лаураны бөтен ер адаммен кездестіру керек болса, оны өз қолымен жасау керек. Аяжан дереу бір таныс фотографқа хабарласты. «Маған көмектесуің керек» деді ол телефонмен. «Не болды?» «Ертең бір кафеге барып, мен айтқан адамды байқатпай суретке түсіресің. Маған оның бір жігітпен бірге отырғанын көрсету керек. Бірақ тек екеуі ғана көрінуі тиіс». Фотограф біраз үнсіз қалды да: «Бұл заңсыз нәрсе емес пе?» деп сұрады. «Жоқ, жай ғана кішкентай өтініш. Маған дәлел керек». «Жарайды, бірақ артық сұрақ қойма». Осылайша Аяжанның алғашқы қадамы жүзеге асты. Енді Лаураны қалайда кінәлі қылып көрсету ғана қалды. 8. Аяжанның жоспары орындалды. Келесі күні кеш түсе, Лаура әріптестерімен кездесуге шықты. Ол жұмыстағы серіктестерімен бірге шағын мейрамханада бас қосатын болған. Бірақ ол өзінің біреудің бақылауында екенін сезген жоқ. Аяжан болса, сол күні таңнан бері дайындалды. Ол арнайы фотографпен алдын ала келісіп қойған еді. Мақсаты Лаураны бір жігітпен бірге отырғанда етіп көрсету. Бүгін түнде бәрі шешіледі деп ойлады Аяжан ішінен. Ол фотографпен бірге мейрамханаға жасырын келіп, шеткі бұрышқа отырды. Қара көзілдірікпен қалпақ киіп, өзін байқатпауға тырысты. Сәлден кейін Лаура да келді. Ол әріптестерімен жайдары сөйлесіп, кештің көңілді басталуына көмектесті. Бір уақытта Ерлан есімді әріптесі Лаураны биге шақырды. Лаура еш жаман ойсыз, жай ғана әріптестік қарым-қатынас ретінде ұсынысты қабыл алды. Олар билей бастады.
Дәл осы сәтті Аяжан жіберіп алмады. Фотограф екеуі қажетті сәтті күтті де, дәл Лаура мен Ерлан билеп жатқан кезде бірнеше кадр жасап үлгерді. Керемет. Қазір тағы түсір, кафеде бірге отырған кезінде ал. Деп сыбырлады Аяжан. Лаура мен Ерлан біраз билеген соң үстелге қайта келіп әңгімелерін жалғастырды. Аяжан тағы да суретке түсіріп алды. Оның қолында енді дәлел бар еді. Бұл суреттерді өз мақсаты үшін қалай пайдалану керектігін ол жақсы білді. Келесі қадам отбасыма көрсету. Лаураның опасыз екенін дәлелдеп, оны бұл үйден кетіру. Аяжан телефондағы суреттерге қарады да, қулығы іске асатынына сенімді болды.